are you today? Really good to see you in our lesson. Today we talk about past simple. Достар, біз бүгін past simple тақырыбын жалғастырамыз. Өткен жолы сіздер was және were тапсырма орындағансыздар. Енді біз regular verbs деген тақырыпшаны жалғастырамыз. Яғни past simpleда бізде regular және irregular verbs бар. Яғни дұрыс және бұрыс етістіктер. Олардың мақсаты, достар, дұрыс етістіктерге біз әрдайым жалғаймыз ed соңына, яғни I worked yesterday. Work деген дұрыс етістік, ed жалғаймыз. Бүгін біз осы етістіктер жайлы сөйлесетін боламыз, яғни regular verbs. Сіздер білесіздер, өткен шақта сөйлеген кезде бізде болымды сөйлем болған кезде біз бірінші болымды сөйлемде біз етістікке ed жалғаймыз. Болымсыз және сұраулы сөйлем болған кезде бізде did көмектеседі, ал етістік бірінші формасында қалады. Мысалы, I worked yesterday. Болымсыз, I didn't work yesterday. Ал сұраулы болатын болса, did you work yesterday? Сен кеше жұмыс істедің бе? Сіздер сөйлем жасап көріңіздерші. Ойнау, play деген сөз. Play. Қалай айтасыздар? Мен кеше компьютер ойнадым деп. I played computer yesterday. Ал егер болымсыз жасайтын болсақ, I didn't play computer yesterday. Ал егер сұрайтын болсаңыздар, did you play computer games? Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, play тек қана болымды сөйлемде ed жалғанады. Мына сөйлемдерді қалай аударасыздар? I played tennis in this morning. I played tennis in this morning. We watched a good film on TV last night. We watched a good film on TV last night. My grandfather lived in Vienna when he was young. I studied German when I was at school. Мына тапсырмаға қарап көріңіздерші. Бұл тапсырмада сіздер present сөйлемін, яғни жай сөйлемді past символға аударасыздар. Өткен жолы біз жасаған сияқты. Мысалы, I watch TV. I watched TV last. I watched TV yesterday. Бірінші сөйлем, we study English. Өткен шақта қалай істейсіздер, достар? We studied English yesterday. Егер сұрайтын болсаңыздар, қараңыздар, екінші сөйлем. Do you listen to the news? Өткен шақта, did you listen to the news? Үшінші сөйлем. He doesn't cook dinner. Ал егер ол кеше пісірмеді деп айтатын болсақ, he didn't cook dinner. Төртінші. Does she play sport? Өткен шақта сұраймыз. Did she play sport? Бесінші сөйлем. They work late. Енді өткен шақта қалай айтамыз? They worked late yesterday. Алтыншы сөйлем. I use the internet at work. I used the internet at work. Өткен шақта. Жетінші сөйлем. She chats to her friends. Өткен шақта. She chatted to her friends yesterday. Соңына yesterday қойсаңыз, яғни ол кеше, болады. Сегізінші сөйлем. My brother doesn't dance. Менің ағам билемейді. Сонымен, достар, барлық етістіктерді есімізге түсіреміз. Ол етістіктерді сіздер білесіздер, Ол етістіктер, мысалы, play, watch, start, finish деген етістіктерде сіздер екінші, үшінші формасы жоқ етістіктер, яғни олар дұрыс етістіктер. Солардың тізімін сіздер дәптерге жазыңыздар, сіздерге жіберемін. Және де сіздерге тапсырма осы past simple regular verbsқа сіздер 10-15 сөйлем жасауға тырысыңыздар, маған жіберіңіздер. Түрлі сөйлем болсын, болымды, сұраулы, қарапайым сөйлемдер болсын, сөйтіп сіздер маған жіберіңіздер. Қазір, достар, сіздермен бейнеролик көрейік. Осыған қатысты өткен шақта барынша түсінуге тырысыңыздар. Бүгінге сабағымыз осымен бітті. Goodbye. We used the past simple
to talk about things in the past. But how do we change verbs into the past simple? Let's study this by looking at the story of Alice and Josh. This is Alice. Last year, Alice met Josh at a coffee shop. Josh asked Alice to dinner. Josh was very handsome and Alice was single, so she said yes. They had so much in common. Alice liked shopping. Josh liked shopping too. Alice liked romance movies. Josh liked romance movies too. 1 week later, Alice and Josh traveled to Italy. They stayed at a romantic hotel. They were in love. But 1 month later, Alice found out Josh married someone else. After that, Josh didn't call Alice again. The end. So let's look at how we can change verbs into the past simple tense. Josh asked Alice to dinner. What is the base verb of asked? Ask. For most regular verbs, we add ed at the end of the base verb to change it into the past simple. Alice liked shopping. What is the base verb of liked? Like. For verbs ending with an e, we add d. Josh married someone else. For verbs ending with a consonant and y, we remove the y and add ied. They stayed at a romantic hotel. For verbs ending with a vowel and y, we don't remove the y. We just add ed. Alice and Josh traveled to Italy. For verbs ending with consonant, vowel, and consonant, we double the last consonant and add ed. In American English, traveled is spelt with one L. So American English doesn't always follow this rule. These verbs are what we call regular verbs. They follow a rule to change into the past simple. Josh called Alice again. How do we change this sentence into the negative? We add didn't and change the past simple verb into the base form. Subject plus didn't plus verb in the base form. Josh didn't call Alice again. Not Josh didn't call Alice again.